Мен Мұқаш Сәлібек Қуандықұлы, Батыс Қазақстан облысы жоғары аграрлық техникалық колледжінің бірінші курс студентімін. Мен 1941-1945 жылдар аралығында өткен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан батырдың ұрпағы ретінде өзімнің атам туралы сіздерге баян етемін. Менің атам Мукашев Испандияр 1913 жылдың 23 қыркүйегінде Ақтөбе облысы Темір ауданы Бәшенкөл ауылында дүниеге келген. Атамның 4 класстық білімі болған. Атам әскер қатарына 1935 жылы қыркүйек айында қабылданған. Атам әскерде НКВД-дағы 232-ші конвойлар полкінде болған. Үйге қайтар кезінде Ұлы Отан соғысы басталып кетіп, атам соғысқа аттанады. Атам соғысқа пулеметтіктер гвардиясының командирінің көмекшісі болып барған. Кейін атамның шені өсіп, гвардия аға сержанты атағын алған. Соғыста жүрген кезінде атамның қасына граната түсіп, одан контузия алған. Сол кезде атамның көзі көрмей қалған. Одан кейін жаймен жазылған. Соғыс кезіндегі атамның қызықты оқиғасын айтып берейін. 1944 жылы тамыз айында атамның сол қолына оқ тиіп жеңіл жарақаттанғаны. Соғыс кезі болғандықтан атам сияқты одан да ауыр жаралы адамдар түсетін. Сондықтан атам медбикелерді аяп, ең болмаса 15 минут демалсын деп, перевязка жасатпай, қышып, жазылып келе жатыр деген. Сол кездерде дәрігер майор келіп қалады. Атама келіп, дәкені ашып қарайды. Ашып қалса, жараға құрт түскен екен. Кейін атама қараған медбикені әскери трибуналға ату жазасына кеседі. Сол кезде атам әлгі медбикені өзі қорғап алып шығады. Соғыста жеңіл жарақаттанған әскерлер су тасып, кейін тігіп әскерлерге көмектескен. Бірақ командир атамды жерлесім деп олай жұмсамаған. 1945 жылы 8 мамырда Германия жеңілгенін мойындап, капитуляцияға қол қойды. Бірақ Чехословакиядағы фашистер мойындамады. Олармен КСРО әскерлері 12 мамырға дейін соғысады. Ол жерде менің атам да болған. Чехословакияның астанасы Прага Еуропадағы әдемі тарихи қалалардың бірі болғандықтан КСРО әскерлері оны жеңу үшін снарядтар мен бомбалар қолданбай бейбіт жолмен жеңген. Соғыстан кейін атам НКВД-ның спецохраника бөліміне ауысып, жасырын хаттар мен құжаттарды тасыған. Атам 1953 жылы әжем Мукашева Мұңсызға үйленіп 4 бала сүйген. Атам Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткен үшін ұлы жеңіске 30 жыл медальдармен наградталған. Атам 1980 жылы 3 қаңтарда дүниеден озып, Мұғалжар ауданы Жырын ауылына қойылған.